Мен сатушыны дүкеннің қоймасында отыр деп ойладым. Негізі мені естімегені орында, себебі бұл суық күнде кім келсін дүкенге? 2-3 күн осы дүкенге ешкім келмегенде болар. Бірақ сонда да менің босқа күтіп тұрғаным жарамас. Сондықтан дүкеннің түпкі бөлмелеріне кіріп, қойманы тауып алайын деп бара жатқан едім. Дүкен ішіне біреу кірді. Мен бірден есікке бардым. Сатушы апай дүкенге келген болар десем, жоқ, ол емес. Бірақ менің көршім әрі досым Малдыбай келіпті. Негізі мына боранның кесірінен бұл досыммен хабарсыз қалған едім, сондықтан онымен сөйлесе кеттім. Ассалаумағалейкум, көрші, қалай жағдай, жақсысың ба? Шүкір, жақсы, өзің қалай? Дүкенде жалғыз өзің не істеп жүрсің, Қалдыбай? Сол азық-түлік алуға келгем ғой негізі, бірақ ішінде 1 сағат болды тұрғаныма, сатушы әлі келер емес. Мүмкін бұл дүкен жабық шығар, қойшы сыртына жазылып тұр ғой ашық деп. Енді не істейміз, маған да азық-түлік алып тез үйге бару керек еді. Негізі мен ол сатушы апайды дүкеннің қоймасында деп отырмын.